Кеше біз де ел қатар тойға бардық. Ел құсап бриллиант тағып, керемет тамақ жемедік демесек, қазан ошақтың басында отырғандай болып отырдық қой. Таңғы 4-ке дейін қарап шыққан қатындар бар екен, өлә. Азанда жұмыстарына ұйықтап, балалар әуелі садиктен қалқып. Соң біреусі мынау мына жерде жүр. Қазір сотка деген жақсы болды ғой, бәрін көресің. Түгел бәрі, кім не істеп жатыр, не киіп алған, қайда барды, не қылды, кім оған гүл берді, не жерден не ішіп, кіммен сөйлескен, түгел білеміз. Ағайынымыз болып қалды әуелі бұл әншілер дегенің. Құдай Қазақстанда бір жұлдыз қамаған түгел барыпты. Жазира мен Жанболатты көрген жоқпыз. Қалғанын біраз жүрей. Төреғалины ақ бармаған, аралас құрлас жоқ қой деймін аға. Барғанның бәрі жаңағы жатқан жерін де көрдік, ішкен тамағын да көрдік, таққан бриллиантына дейін көріп шықтық қой. Арман жоқ О да болса жақсы ғой, барып сояқ дүркіретіп қазақтар той жасап жатыр екен деп, түріктердің өзі де таң қалыпты, ойпырмай мыналар аста төк сұмдық екен деп. Мына сотқа деген негізінде жақсы болды бір жағы. Бір шиеті бар ғой, бәле болды. Мен сізге айтайын. Ол бәле болғандағы үйдегі аталарымызға, сосын мына балаларымызға бәле болды. Мыналар деген тілі орысша шығып жатыр, орысша сөйлейді. Ана аталарымыздың бәрі ютубта отыр. Бүткіл атамыз бабасымен бірге ютубта отыр. Бәрі оппозиционер қарап отырып әшейін, қандары қайнап, ешеті жаңа оппозиционерлердің жазып тастағаны бар, сүріп тастағаны бар, сол ақпараттарға сеніп, қандары қайнап, давлениялар ұстап отыр аталарымыз. Түгел бәрі саясаткер болып алған. Өлә, көрсең бар ғой шошисың. Шалдарға, сосын балаларға бәле болып отыр ғой мына телефоншы. Ютубқа да салатын нәрсені салып, салмайтын нәрсені қойып, кішкене шектеу қоймай ма? Мынаның бәрінің тілі орысша шықты. Орысша ең болмаса Пушкиннің литературасынан шықса жақсы болады деді ғой. Қайдағы жайдағы біреулерді көріп жатыр. Ана аталарымыз мамайлар, самайлар түгел ана былай дегенде былай. Отырыста әуелі бұлар барған жер Құдай тамақта әуелі сол оппозиционерлердің әңгімесін айтады.